Сәлем достар, бүгін мен сүзбеден осындай дәмді жұп-жұмсақ болып шығатын запеканканы жасадым. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен сүзбемізге 3 ас қасық қантты саламыз. Егер де тәтті болғанын қаласаңыз, онда 4,5 қасықтан да қосуға болады. Одан кейін 3 жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Менде 20% қаймақ, тоңазытқыштан алынған 3 қасық қаймағымызды қосамыз. Таразының қажеті жоқ, кәдімгідей барлығын қасықпен жасаймыз. Қаймағымызды қосып болған соң, енді 3 ас қасық манны жаңғағын, яғни манай крупаны қосамыз. Барлығын жақсылап енді блендердің көмегімен жақсылатып осылай езіп аламыз. Бізде кәдімгідей сұп-сұйық қоймалжың масса шығуы керек. Енді 3 жұмыртқамыздың ағын жақсылатып миксердің көмегімен осылай шайқап аламыз. Массамыз бізде әппақ болып, өзінің көлемін ұстайтындай болып тұру керек. Негізінде жұмыртқаны бірден салып жіберуге болады, бірақ та біздің запеканкамызға нәзіктеу және де үлпілдек болу үшін бір жұмыртқаның ағын бөлек осылай араластырып аламыз. Жұмыртқаның ақ-уызы осылай жақсы болып көтерілді. Енді барлығын силиконды қасықтың көмегімен біздің массамызға салып, біркелкі етіп, осылай араластырып отырамыз. Пешімізді мен запеканкамызды бастамас бұрын қыздырып бастадым. 180 градуста алдын ала 15 минуттай пешімізді қыздырып аламыз. Енді массамызды жақсылатып барлығын араластырып алған соң, диаметрі 20 см болатын мен осындай форманы пайдаландым. Негізінде шағын форманы пайдаланған жақсы. Сол кезде сіздің запеканкаңыз кәдімгідей бектеу болып шығады. Барлығын алдын ала осылай майдың көмегімен жағып аламыз. Енді запеканкамызды формамызға құйып, 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Менде бұл запеканка 1-42 минуттай пісті. 42 минуттың ішінде запеканкамыз қып-қызыл болып, әдемі болып дайын болды. Сүзбелі запеканкамыз дайын болған соң, бетіне қант ұнтағын себеміз, одан кейін әдемілік үшін құлпынайды қойсаңыз да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар, еш өкінбейсіздер. Кәдімгідей бір шайдың үстінде таусылып қалатын ең дәмді запеканкалардың бірі. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.